қала 24 жылдың қаңтар айында құрылды. Мемлекет басшысының жарлығымен. Сонымен бірге мамыр айында қаланың бас жоспары қабылданды. Қыркүйек айында қаланың шекарасы айқындалды. Ол да өте маңызды мәселе. Енді бас жоспарға сәйкес қаланың дамуы 2050 жылға дейін жоспарланған. Премьер-министрдің орынбасары Қанат Алдабергенұлы Бозымбаевтың бастамасымен басшылығымен жобалық офис құрылды. Ол жобалық офис жаңағы республикалық орталық мемлекет органдарының өкілдері кірген. Сол жерде біз барлық мәселелерді шешудеміз. Сұрақтарымызды көтереміз, қандай сұрақтар шешім таппай жатса сол жерге шығарып сол жерде шешеміз. Және осы жобалық офистің шешімімен қазір 13 нүктені дамытатын болдық. 13 нүкте. Оның аймағы территориясы 6200 гектар. Ол енді үлкен емес, қаланың барлық территориясы 88 000 гектар. Бірақ осы аймақтар таңдағанда дайын инвесторлармен, қаржысы бар инвесторлармен бірге таңдадық. Яғни ертең олар осы жұмысты бастаймыз деген. Біздің тарапымыздан қазір сол жерге тиісті инженер инфрақұрылымды өткізу мақсат тұр. Олар өздерінің жобаларын бастап кетеді. Енді олар жобалардың көбісі инвестициялық. Біріншіден кәсіпорындар ашуға, өндірістер ашуға бағытталған болатын, жұмыс орындарын ашуға. Осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Енді ең бірінші жоспарымыз осы инвестиция саласында жұмыс орындарын ашу. Халыққа жұмыс болсын, табыстар өссін деген мақсатпен.